Қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз Learnis платформасымен жұмыс жасауды бастайық. Бұл платформа не үшін қажет? Бұл бізге квизи ойындар дайындау үшін, викториналық немесе онлайн ойындарға қолдануға арналған платформа. Бұл яғни педагогтарға арналған кез келген пәнге қолдануға болады. Бірінші, веб-браузерден біз learnis.ru деп жазамыз поискке. Осындай бізге бет ашылады. Бұл бет ашылғаннан кейін бірінші біз жоғары жақ менюде YT батырмасын басамыз. YT батырмасын басып, бірінші платформаға регистрация жасаймыз, яғни тіркелеміз. Атымызды, емейлімізді, паролімізді, номер телефонымызды жазып, регистрация батырмасын басамыз. Бұдан кейін бізге почтаға кіріп, логинімізді подтвердить етудің қажеті жоқ, біз автоматты түрде тіркелеміз. Тіркеліп болғаннан кейін вход батырмасын басып, логиніміз бен паролімізді жазып, YT батырмасын басамыз. YT батырмасын басқанда бізге личный кабинет ашылады, яғни өзіміздің жеке кабинетіміз. Осы кабинетте біз құрастырған квизи тесттарымызды алып отырамыз, тапсырмаларымызды. Енді біз қазір мен тапсырмаларды удалить етіп тастайын, қазір маған кедергі келтірмес үшін. Так. Мен оның жағын удалить етіп тастауды ұмытып кетіппін. Яғни біздің өзіміздің дайындаған материалдарымыз осы өзіміздің жеке кабинетімізде сақталады. Мына жерде бірінші статистиканы удалить ету керек те, жақсы. Енді регистрация жасағаннан кейін продуктіге барамыз. Осы продуктіден біз өзімізге қажетті нәрсені таңдап аламыз. Яғни комнат таңдаймыз ба, викториналық ойын таңдаймыз ба, или теориялық ойын таңдаймыз ба, немесе интерактивный видео таңдаймыз ба. Осындай 4 яшық бар. Соның қайсысын таңдағыңыз келеді, соны басамыз. Яғни біз бірінші бөлмені таңдайық. Ол үшін создать игруге барамыз. Создать игруге барғаннан кейін міне веб квизис бізге ашылды. Осының ішіне міне квизис бөлмелерді таңдауымыз қажет. Жасылмен, сарымен және қызылмен тұрған яшықтар бар ма, түстері. Олар нені білдіреді? Бұл бізде тапсырманың деңгейін білдіреді. Жасыл түстегілер, жеңіл деңгейдегілер, сары түстегілер, орта деңгейдегілер және қызыл түстегілер күрделі деңгейдегі тапсырмалар болады. Заданиялар мысалы 3 задания ма, или 5 задания ма, немесе 4-еу бар, 6 заданиядан тұратын, немесе 8 заданиядан тұратын квизи тесттер дайындауымызға болады. Осының ішіне өзіңізге ұнаған таңдайсыз. Бұның ішінде міне 4-еуі премиум деп тұрған 4-еуі. Бұл бізде ақылы. Міне, жерде 3-еу тұр, жерде 1-еу тұр, 4-еу. Бұл бізде ақылы. Қалған премиум деп жазылмағандар, ол бізде тегін. Біз қазір таңдайық. Міне мен 5 тапсырмадан тұратын мына бөлмені таңдайын. Бөлмені таңдаған кезде міне создать батырмасын басамыз. Қазір біз сізбен бірге квизи тапсырманы орындаймыз. Название енгіземіз, яғни өзіңіздің пәніңізге қатысты қандай тапсырма алғыңыз келіп тұр, соған қатысты енгізесіз. Мен сызықтық теңдеулер деп қояйын. Так, менде жаңа 1-еу бар, сондықтан мынаны 2 деп қояйын. Тұтас кетпеу үшін. Енді квизи дайындау үшін біз бірінші презентацияға барамыз. Осы презентацияда алдын ала тапсырмаларымызды дайындап аламыз. Себебі бізде мұнда тапсырмаларымыз міне бұл бізде міне графикалық файл түрінде болуы қажет. Яғни презентациямызды біз JPEG форматта сақтап аламыз. Яғни фото түрінде сақтап алып, осында әкеліп енгізетін боламыз. Міне презентацияға барып, алдын аласыз, материалыңызды дайындап аласыз. Мысалы 4-ші тапсырма, сосын 4-ші тапсырманың берілгені, одан кейін мына жерге міне подсказка жазып қоямыз. Бұл подсказка
қандай да бір подсказка жазасыз, ол тапсырмаға қарай бағытталуы да мүмкін. Немесе мен мысалы мына жерде жауабы кілттің 4-ші саны деп қойдым. Яғни біз қазір бөлмеден шығуымыз керек, ол үшін бізге кілт керек болады, бөлмеден шығу үшін. Ал кілтті біз дұрыс енгізуіміз қажет. Сол себепті мен жерге подсказка ретінде жауабы кілттің 4-ші саны. 3-ші тапсырма болса, жауабы кілттің 3-ші саны деп осылай подсказка жасап қойдым. Немесе мына жерде тапсырма күрделі болса, соған бағыттап та мына жерге жазып қоюға болады, подсказка етіп қоюға болады, жазып қоюға болады. Енді тапсырмаларды сақтауымыз қажет, яғни фото түрінде сақтауымыз қажет. Бізде қазір бұл PowerPoint-та тұр. Ол үшін не істейміз? Фото түрінде сақтау үшін бізге әр тапсырманы жеке-жеке рисунка ретінде сақтаған тиімсіз. Сол себепті мына жерде файлды аламыз. Міне файлды басамыз. Оның ішінде міне сохранить как батырмасын басып, өзімізге қажетті ұяшықты таңдаймыз. Мысалы, мен қазір таңдайын рабочий столдан сызықтық теңдеулер деп папка ашып қойдым. Осыған мен салуым керек. Менде міне презентацияның атауы, менде тапсырмалар шаблоны деп тұр, иә. Жақсы. Енді мына жерде сохранить батырмасын баспас бұрын мына жерде міне тип файлы бар. Типті өзгертуіміз керек. Бізде қазір ол тип PowerPoint түрінде тұр, ал бізге керек JPEG формат. Сол себепті мына типті басамыз, презентацияның үстін басамыз. Осы кезде міне рисунок форматы JPEG-ті таңдаймыз. Рисунок. Содан кейін барып сохранить батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде міне қай слайдты фото түрінде сақтағыңыз келеді деген бар, иә. Только осы болса, тек осы бір бетті сақтағыңыз келсе, только этот немесе бізде қазір барлық бетті де біз фото түрінде сақтауымыз керек. Сондықтан все слайды батырмасын басамыз. Болды біздің презентациямыз. Бізде мына жерде қазір 6 бет болса, презентацияны бізде қазір әрқайсысы бөлек-бөлек сурет болып, бізде қазір 6 сурет ашылды. Міне қазір сызықтық теңдеуге бардық. Міне тапсырмалар шаблоны, міне көрсеңіздер, сізде міне уже 6 тапсырма. 6 слайдымыз бізде міне 6 фото болып сақталды. Бұл бізге уақытты ұтамыз, өте тиімді. Осылай сақтаған. Енді мен жаңа жауап жазамын. Енді міне осы жерге әкеліп жаңағы фотоларымызды қоятын боламыз қазір. Мен жаңа жауап жазамын оны. Так, міне свернуть етіп қояйын. Осыны қазір терезені свернуть етейін. Міне бірінші тапсырмада міне бастық фотоны, сол кезде мына жерге әкеліңіз деп тұр. Міне бірінші слайдты әкелеміз. Екіншісін басамыз, уже екінші слайдты келеміз. Дәл солай 6 презентацияны да 6 тапсырмаға жүктейтін боламыз. Бізде тапсырма 5-еу, 6-шысы бұл сыйлық деп тұр, яғни рефлексия типі. Сіз оны аудио түрінде құттықтауыңызға болады, яғни оқушының тапсырманы жақсы орындағанын аудио түрінде құттықтауыңызға болады, немесе фото түрінде құттықтауыңызға болады. Мен қазір мына жерде фото түрінде дайындап қойдым. Міне 6-шысы осы бізде. Енді тапсырманы енгізіп болғаннан кейін, міне 5 тапсырма, 6-шысы құттықтау енгіздік. Енді осы жерде біз есіктің кілті керек. Осыған кілт жазамыз. Яғни ол кілт неден тұрады? Ол біздің 5 тапсырманың жауаптары, кілт дегеніміз. Сонда менде -2,5, 3, -3, 0, 2 деген міне. Осы бізде 5 тапсырманың 5 ответі. Бұл жерде бізде тапсырмалар кілтті енгізген кезде біз арасына пробел салған жоқпыз. Сонда подсказка ретінде жазып қоюға да болады. Кілтті енгізерде пробел белгісін, пробел салмаңыз деп, арасын ашпаңыз деп айтуымызға болады. Міне барлығы енгізгеннен кейін бұл бізде автоматты түрде сақталады. Міне көрдіңіз, ол сохранить батырмасы жоқ, яғни бізде автоматты түрде сақталды ол бізге уже. Енді получение доступқа барамыз. Бұл бізде міне запрашивать имени учеников дегенге птичка белгісін қоямыз. Бұл не үшін керек? Бұл бізге
қай оқушы тапсырманы орындады, неше минутта орындады, осыны білу үшін птичка белгісін қоямыз. Енді міне бізге алдын ала экран көрініп тұр, осы арқылы біз тексеріп алуымызға болады. Мен қазір міне номер квест бар, осыны копировать етіп алуыңызға болады, немесе міне тікелей ссылка тұр, осы ссылканы копировать етіп балаларға жібересіз. Балалар осы ссылка арқылы кіреді. Енді біз қазір осы ссылка арқылы кіріп, оқушы болып тапсырманы орындап көрейік. Міне ссылканы басқан кезде тапсырма осылай ашылады. Яғни бізге бірінші данны енгізуіміз қажет. Оқушы фамилиясын енгізеді, атын енгізеді, классын енгізеді. Бірінші класс, начать батырмасын басты. Болды. Уже оған экран ашылды. Енді тапсырманы орындайды. Бұл квизи тапсырмалар бізде логикалық тұрғыдан ойлауға өте жақсы, ойлау қабілетін дамытуға өте жақсы. Мына бөлмені қарасақ, бөлмеде не істеуге болады? Мысалы, жоғарыда картинканы өрмекші торлап тастаған, бұл торды алып тастау керек. Оны немен аламыз торды? Сыпыртқымен аламыз да. Ол үшін бізге сыпыртқы керек. Бөлмеден сыпыртқыны тауып алуымыз қажет. Сыпыртқы мына талдың арасында тұр, қозғаймыз талды, міне бізге сыпыртқымыз ашылды. Қайтадан оны орнына әкелейік. Одан кейін енді әркім өзінің шама-шарқы келгенше орындайды. Міне кілт тұр, осы кілтті бастап, міне сыпыртқымыз шықты. Міне сыпыртқыны алып, міне торды алып тастаймыз. Уже торы алынды, демек мына бізде тапсырма бар. Міне екінші тапсырма. Екінші тапсырманы дәптеріне жазып орындайды, сосын жауабын бөлек жазып қояды. Себебі бізге ол жауабын кілтке жазуға керек. Дәл солай міне бірінші тапсырма тұр. Тоже орындайды, жауабын жазып алады. Екі тапсырма кетті. Оқушы біледі тапсырманың бесеу екенін. Енді бізге қалған үш тапсырманы табуымыз қажет. Ол үш тапсырманы табу үшін не істеуімізге болады? Мысалы, міне еденде киімдер жатыр, Ол киімдерді біз шкафқа салып тастауымыз қажет. Шкафты ашқан кезде бізде міне сүлгі тұр, лупа тұр да. Мына киімдерді былай әкеліп, ішіне салып тастаймыз. Салып тастады, есігін жабамыз. Уже міне тағы қарасаңыз, бір парақ жатыр, Парақты ашсаңыз, ол бізде міне төртінші тапсырма. Жазып алдық, орындадық. Бізде уже үшінші тапсырма мен бесінші тапсырмамыз қалды. Жаңағы лупамыз бен сүлгіміз бар да, ол бізге қазір керек. Мына нені қарайық, матрешканы қарайық, оның ішінде қандай да бір записка жатыр. Бірақ оны оқу өте қиын да, шрифттер өте кішкентай әріппен жазылған дейді. Ол үшін бізге не керек? Оқу үшін лупа керек. Осыны лупаны аламыз да, міне матрешкаға қоямыз, бізге міне үшінші тапсырмамыз ашылды. Үшінші тапсырмамыз ашылды, бірақ бізде міне есік ашылмайды. Яғни бізге код керек ол үшін. Енді қазір бесінші тапсырма керек. Терезені ашып қарайық. Терезені ашсақ, міне терезе бұлыңғыр болып тұр. Бұл үшін міне ештеңе көрінбейді де бізге айтып тұр. Ол үшін бізге сүрту керек те терезені. Міне сүлгімізді аламыз, міне тереземізді сүрттік. Тереземізді сүрткен кезде бізге бесінші тапсырма ашылды. Алдық, орындадық тапсырманы. Барлық тапсырма орындап болғаннан кейін есікті ашуымыз керек. Міне осы жерге біз жаңағы кодты енгіземіз. -2,5, 3 -3, 0,2. Яғни оқушының енгізген коды біздің тапсырмаға жазып қойған кілтімізбен сәйкес келуі қажет. Міне кілтті жаздық, енгіздік. Жарайсыз, құттықтаймыз, тапсырманы дұрыс орындадыңыз деп шықты. Болды. Тапсырма орындалып болды. Енді жауып тастаймыз. Енді біз оқушының орындағанын қалай тексереміз? Оқушының орындағанын тексеру үшін біз өзіміздің профильге барамыз.
өзіміздің профильге барған кезде жаңағы міне бізде осы ғой, міне сызықтық теңдеулер 2 деп сақтадым иә. Осыны ашамыз. Міне егер сіз тапсырманы өзгерткіңіз келсе, міне редактировать батырмасын басасыз. Немесе удалить етіп тастағыңыз келсе, міне удалить батырмасын басасыз. Ал оқушының орындағанын тексергіңіз келсе, міне бізде міне 3 яшық тұр ғой, 1, 2, 3 деп осыны басамыз. Осыны басқан кезде міне жаңағы А деген оқушының орындағаны шығады. Міне 25-не орындаған, барлық 5 ұпайдың 5-еуінде жинаған, орындауға кеткен уақыты 3 минут 40 секунд. Яғни осындай уақыт кеткен. Біреуі мысалы 30 минут орындауы мүмкін, біреуі 5 минут орындауы мүмкін, біреуі 1 минутта орындап тастауы мүмкін да. Яғни ол әр оқушының өзінің деңгейіне байланысты. Міне біз осылай оқушының тапсырманы неше минутта орындағанын, қанша ұпай жинағанын осы арқылы тексере аламыз. Егер сіз бұл платформаға регистрация жасамасаңыз, онда сіз мұндай результаттарды көре алмайсыз. Сол себепті платформаға регистрация жасап, оқушылардың жұмысын тексеруіңізге болады. Жалпы платформа осындай. Өздеріңіз тағы да қарап, танысып көріңіздер, тапсырмаларды орындап қараңыздар. Сабаққа қолдануға өте жақсы платформалардың бірі. Егер осы сабағым ұнаса, лайк қойыңыздар, подписаться етіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Бүгінше сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.